Ал кимде ким түсүндө пайгамбарды көрген болса, сүйүнүшү бул жалгандан иманмен өтөт. Бәріміздің арманымыз сол. Я Рабб, мен иманмен өтсем екен, иманымды шайтан ұрлап кетпесе екен. Соңғы сөзімді ла иляха иллаллах деп тілім бұрмаланып күрмеленбестен айтып кетсем екен деп сұраймыз бәріміз. Адам жан тапсыратын сәтте екі шайтан келеді, біреу аяғынан, біреу сол жағынан. Екеуінің қолында да мынандай стакандағы су болады. Су ішесің бе деп. Алдайды сізді. Бір риуаятта келеді, әлсіз болса да. Екі шайтан келеді, біреу ананың бейнесінде, екінші әкенің бейнесінде. Біреу христианға өт деп айтады, екіншісі еврей дініне өт деп айтады. Сіз мастықта жатасыз, өлімнің мастығы дейді, қиналып жатасыз. Бір ес жинайсыз, бір жоқ болып кетесіз. Міне сол кезде келеді бағанағы шайтан. Қолына су ұстап алған, су ішесің бе деп. Шөлдеп жатасыз сіз. Ол анандай шөл